Мынау Талкиз музей қаласының қалпына келіп жатқан көрінісі. Бұдан біз қандай өзгеріс байқасақ болады? Бұдан қақпалар өзгертілген және боялған өте әдемі көрінісі сипатталып тұр. Мына өздерің көріп отырсыңдар не? Бәрі ештеңе жоқ. Осы жердің өзінде бір кезде өмір қайнап жатты. Қазақ халқының отырықшы өмірге байланысты екенін білдіреді. Талкиз музей қалашығы ұрпаққа не пайдасы бар? Енді бағана қайттан айтайық. Бос жатқан дала. Осы жер 10 шақты гектар жер. Осы жерге үлкен Талкиз музей қалашығын тұрғызу сендерге, сендердің ұрпақтарына, біздің ата-бабаларымыздың мәдениетін, салт-дәстүрін, ұлттық менталитетіміз қандай болған, оны неден бастау алады? Біз бүгін қандай құндылықтарға жақсы көреміз, нені құрметтейміз деген сұрақтарға жауап беру үшін өте маңызды. Сондықтан да бұны жай ғана орнын деп, мынау үйдің үстін қарау емес, зерттеп жаңа қалашық жасаудың жобасын жасау керек. Мына ашық алаңға Талкиз музей қалашығын орнатуға тиіспін. Бұл Алатау аясындағы көрікті Талғар қаласы. Мен мұнда Талкиз музей қаласын салғым келеді. Сонымен Талкиз ашық аспан астындағы музей қаласының жобасы дайын болды. Мен Медеубаев Асылжан, Талғар қаласы облыстық мектеп-интернатының 7-ші сынып оқушысы. Талкиз музей қаласының ашық аспанда орналасқан жаңа жобасын сіздерге ұсынамын. Мақсатым ұрпақты этномәдениетін сақтау және Талғар қаласының келбетін көркейту, туризмді дамытып, бұл мәдениетті жаңғырту. Асылжанға жобасын қорғағанда сәттілік тілеймін.